Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Қарапайым деңгей 37-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы демалыс күндері. Грамматикалық тақырыбы барыс, жатыс септіктері, септеулік шылаулар. Ережемен танысыңыз. Барыс септігіндегі сөз қимылдың кімге, қай жаққа бағытталғанын білдіреді. Барыс септігінің сұрақтары кімге, неге, қосымшалары ға, ге, қа, ке, на, не. Жатыс септігі іс қимылдың орнын, мекенін білдіреді. Мысалы, ер елінде, гүл жерінде. Жатыс септігінің сұрақтары кімде, неде, қайда. Қосымшалары да, де, та, те, ында, інде. Бірге, қатар, қоса сөздері көмектес септігіндегі сөздерден кейін тіркеседі және екі заттың не екі құбылыстың қатар болғанын білдіреді. Мысалы, сонымен бірге, досымен қатар, оқумен қоса. Тапсырма. Қажетті жалғауды қойыңыз. Ға, ге, қа, ке, на, не, да, де, та, те. Мысалы, емхана ға. Тапсырма. Көп нүктенің орнына бірге сөзін тиісті орынға қойыңыз. Жаңа сөздермен танысыңыз. 1,5 сағат, созылу, әсіресе, шертеді, шебер орындайды, өнер, өшпес, өтеді, қазына, тығыз байланысты, шаршағандық, жабырқаудан арылтады, рухани азық, тырысамыз. Тапсырма. Берілген жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрыңыз. Өнер, қазына, өтеді, әсіресе. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.